ғаламдағы барлық нәрсе болжамды және тұрақты қозғалыста. Өте күрделі математикалық есептеулер түнгі аспанның ондаған және жүздеген жылдардан кейін қандай болатынын болжауға көмектеседі. Ассалаумағалейкум қымбатты көрермендер, сіздермен бірге ғалам және табиғат арнасы. Ғарышқа келген кезде миллиардтаған жарық жылы, триллиондаған тонна талқыланатынын бәріміз білетін шығармыз. Осындай үлкен ауқымды ескерсек, біз өзімізді кішкентай жәндіктер сияқты сезінуге жетелей. Ғарыш орасан зор, ал кейбір жұлдыздардың өмір сүру ұзақтығымен салыстырғанда біздің 70-100 жылдық өміріміз қас қағым сәт болып қана табылады. Біз күннің қалай ақ ергежейлі жұлдызға айналатынын, немесе қара құрдымның туылуын көрмейміз, және де адам баласы болашақта басқа галактикаларға саяхат жасай ма жоқ па, ол да біз үшін беймәлім. Дегенімен біраз оқиғаларды біз де көреміз. Ғарышта жақын жылдары міндетті түрде болатын түрлі түсті, эпикалық және ауқымды астрономиялық жаңалықтар болады. Енді соларға тоқталсақ. Бір жылдан кейін, 2024 жылдың 25 наурызында айдың толық тұтылуы күтілуде. Айдың 95,57% жердің көлеңкесінің артына қалады, және бұл көрініс өте әдемі болады. Сондай-ақ 2024 жылдың 26 мамырларында Темпл 1 кометасы Юпитердің жанынан құлап кететіндей жақын қашықтықтан өтеді деп болжамдалуда. Әрине, бұл негізінен үйінде телескопы барларға арналған ақпарат. Бірақ егер Юпитер ескі дәстүр бойынша өзінің күшті тартылыс күшімен, гравитациясымен құйрықты жұлдызды өзіне құлатса, ғаламторда міндетті түрде көптеген фотосуреттер мен бейнероликтер қаптайды. Бұндай оқиға 2009 жылдың шілдесінде Юпитерге 300 метрлік астероид құлаған кезде, және де 1994 жылы газды гигант Shoemaker-Lewis 9 құйрықты жұлдызын жұтқан кезде орын алған болатын. Осындай соқтығыстардың энергиясы миллиондаған атом бомбасы жарылған кезде шығарылатын энергиямен шамалас келеді. Енді соңғы 100 жылдағы ең ұзақ күн тұтылуына көшейік. Бұл 2027 жылдың 2 тамызында болады, және ай жердің кейбір бөліктерінде күнді 6 минут 23 секундқа дейін жауып тастайды. Келесі жолы бұндай күн тұтылуы 2186 жылдың шілдесінде болады. Иә, күннің тұтылуы жиі болып тұрады, бірақ 2029 жылдың 13 сәуірінде бақылаулардың бүкіл тарихында ешкім көрмеген нәрсе болады. Бұл қандай нәрсе дейсіз ғой? Апофис астероиді жерге небәрі 30 000 шақырым қашықтыққа жақындайды. Мұның қаншалықты аз екенін түсіну үшін 2018 жылы ұшырылған TESS ғарыштық телескопы жерге жақын орбитада, яғни 100-ден 300 000 шақырымға дейінгі биіктікте ұшатынын еске түсірейік. Ал геостационарлық орбитада жер бетінен 35 000 шақырым қашықтықта жүздеген байланыс, метеорологиялық спутниктер, сонымен қатар Қытайдың ғарыш станциясымен байланысу үшін жаңа Тяньлян деп аталатын жерсеріктерінің тұтас тобы ұшып жүр. Жалпы, тіпті адамзаттың қарапайым стандарттары бойынша 35 000 километр өте жақын және жиі қолданылатын орбита. Сөзбе-сөз айтқанда артқа ауламыз болып табылады. Ал Апофис астероиді болса жерге одан да жақын өтеді. 2004 жылы Кит Пик обсерваториясында осы астероид табылған кезде, оның траекториясын модельдеуді жүзеге асырған ғалымдардың бірінші тобы бірнеше секунд көздері банка болып отырып қалған. Өйткені бірінші есептеулерде Апофистің жермен соқтығысу ықтималдығы 100% көрсетті, ал біз диаметрі 325 метрлік астероид туралы айтып отырмыз. Бұл әрине динозаврларды өлтірген 10 километрлік астероидтан аз. Бірақ NASA-ның есебі бойынша 1480 мегатонналық жарылыс жасау үшін жеткілікті. 1961 жылы 30 қазандағы сынақта термоядролық цар бомбасы 7 мегатоннамен жарылған. Ал 1883 жылы Кракатау жанартауының атқылап жарылуы 200 мегатонна болды. Айтпақшы, осы Кракатау вулканының жарылыс дыбысы адамзат тарихында құжатталған ең қатты дыбыс болып табылады. 5000 шақырым жерден айқын естіліп, ал радиусы 70 километр жердегі адамдардың құлағындағы барабандары жарылып кеткен.
Жалпы, егер есептеулер қате болып шықса, жерге оңай соқпайды. Осы есептеулер бойынша 2029 жылы апофиздің жермен әсерлесу ықтималдығы 0,0%-ға бағаланады. Яғни жақын ұшып өткенімен жерге соғылмайды деген сөз. Осылайша сіз тарихи оқиғаның қатысушысы бола аласыз. Өйткені астероидтар бақылаулардың бүкіл тарихында біздің планетаға ешқашан жақындаған емес. 29 жылдың 13 сәуірінде апофиз астероиды аспаннан баяу қозғалып, жарықтығы да аз жұлдыз сияқты өтеді. Және сіз оны оп-оңай көре аласыз. Ал 2036 жылы бұл астероид тағы бір рет оралады. Және бұл жолы планетамен соқтығысудың математикалық ықтималдығы 0-ге тең болмайды. Тіпті оның құлауы мүмкін жерлерінің картасы жасалып қойылды. Ал Қазақстан мен Сібір тұрғындарына тарихи оқиғаны тамашалау ұмытылмас эмоциялар сыйлайды. Демек, тура біздің үстімізден өтеді деген сөз. Оған дейінгі 2033 жыл барлығын эмоцияға толтыратын жыл болады. Дәстүрге айналған заманақыр туралы жаңалықтар мен тақырыптар желіде, теледидарда қаптап кетеді. Мысалы, 1833 жылы үндістер мен қарақұлдар өздері бастан өткерген қиямет күні туралы көптеген аңыздар құрастырған кезде дәл солай болған. Ал ғылымға жақын Бостон тұрғындары бізге осы оқиғаның нақтырақ сипаттамасын қалдырды. Олардың айтуынша, қарлы боранды түнде аспаннан аққан жұлдыздардың саны жауған қардың 50%-ын құраған. Қиямет күніне және осыншама жұлдыздардың ағуына не себеп болды? Жауабы Леонид деп аталатын метеорлық жауын. Өздеріңіз білетіндей, ғарыш ұсақ тастарға және басқа да қоқыстарға толы орын. Мерзімді түрде жердің орбитасы осындай қиыршық тастардың көптеп жинақталған орындарынан өтеді. Олар жерге құлап, атмосфераның тығыз қабаттарында жанып, бізге ағып жатқан жұлдыздар сияқты көрінеді. Көбінесе ғарыштық тастардың мұндай шоғырлары күннің айналасындағы айқын орбиталарда орналасқан. Сондықтан да астрономдар оларды оңай болжай алады. Шын мәнінде, жыл сайын әрқайсының өз атаулары бар бірнеше ондаған метеорлық жауындар болып тұрады. Көбінесе олар бір кездері белгілі бір аймақта ұшып, өзінің артында қоқыс үйіндісін қалдырған кометалармен тығыз байланысты. Бірақ 33-тің қарашасында жер шары тағы да 1833-те шуылдатқан осы Леонидтердің арасынан өтеді. Соңғы рет 21 ғасырдың басында Леонидтерден сағатына 3000-ға дейін жұлдыз аққан. Оны тіпті халықаралық ғарыш станциясынан түсіріп, бүкіл әлемді таң қалдырған болатын. 2033 жылы бізді кем дегенде дәл осындай, мүмкін одан да эпикалық спектакль күтіп тұр. Өйткені осы метеориттік дауылға себепші Темпли Тутл құйрықты жұлдызы бірден бірнеше жерде өзінің ұсақ бөлшектерін тастаған болатын. Ал астрономдардың пікірінше 2033 жылы жер шары 1899 жылғы кометаның ұшып өтуінің салдарымен бетпе-бет келеді. Кометаның артында қалған тастар әлі де көп, және метеорлық жаңбыр 2001 жылғыдан әлдеқайда күшті болады деп күтілуде. Кейбір бағалаулар бойынша жұлдыздың ағуы сағатына 100 мыңға дейін жетеді. Және бұл тамаша көрініс бірнеше жылға созылуы әбден мүмкін. 2052 жыл. 21 ғасырдағы ең жарық супер ай күтілуде. Айдың орбитасы іс жүзінде шеңбер емес. Біздің табиғи серігіміз жерді эллипстік орбитада айналады. Осыған байланысты екі нүкте бар: жерге ең жақын және ең алыс. Ең алыс нүктесі апогей, ал ең жақын нүктесі перигей деп аталады. Дегенмен ғарышта заттар біршама тұрақсыз болғандықтан, бізге кейбір перигейлер басқаларға қарағанда жақынырақ болуы мүмкін. Бұл орбиталық өзгерістер өте күрделі және түсініксіз, тіпті ғалымдардың өздері кейде оларды болжауы қиынға соғады. Қалай дегенде, толық ай жерге жақын болған кезде біз супер ай деп аталатын нәрсені көреміз. Бұл оқиғаның атауы 1979 жылы енгізілген еді. Осы сәттерде ай бізге фантастикалық фильмдердегі немесе мультфильмдердегі сияқты өте үлкен болып көрінеді. Бұған қоса, ол әдеттегіден 30%-ға дейін жарығырақ көрінуі мүмкін. Аспанның қалған бөлігі неғұрлым қараңғы болса, ай соғұрлым жарық көрінеді. 2052 жылдың 6 желтоқсанында ерекше керемет нәрсе болады. Бұл 21 ғасырдағы ең жақын және ең жарық супер айы болады. Біздің сүйікті серігіміз бізге әдеттегіден 27 000 шақырымға жақын болады.
Мұндай оқиғаны ешкім өткізіп алмайтын шығар. Ал енді біз нағыз Мастодонға көшеміз. Галлий кометасы тарихтағы ең әйгілі комета болып табылады. Оны біздің заманымызға дейінгі 240 жылы Қытай тарихшысы Си Матян егжей-тегжейлі сипаттаған. Ал бұл кометаның 530 жылы келуі Византиядағы қатты құрғақшылық пен соғыстармен байланысты болды. Оның 1680 жылы тағы келуі астрономдардың тарихта алғаш рет бұның комета екенін анықтауға көмектесті. Оның орбитасын есептеп кейін қайтып оралатын уақытын болжай білді. Мұны Эдмунд Галлий жасады. Кейіннен оның есімінен осы комета аталды. Кейінірек 1986 жылы Вега 1 және Вега 2 планетаралық станциялары тарихта алғаш рет кометаның ядросын суретке түсіріп, ғалымдарға оның құрылымы туралы ақпараттар берді. Сол жылы Галлия құйрықты жұлдызы жер аспанында соңғы рет көрінген болатын. Келесі жақындау 2061 жылдың ортасында болады. Және планетаның бүкіл астрономдары тарихтағы ең атақты кометаның қайтып келуін көру үшін барын салады. Жалпы жерге одан да бұрын әлдеқайда жарқын комета көрінетін үлкен мүмкіндік бар. 1997 жылы Хейл-Боб кометасын егде жастағы көрермендердің есінде шығар, ешкім күтпеген еді. Ол тек 1995 жылы ғана ашылды. Сондықтан жеткілікті жарқыраған кометаларды байқау мүмкіндігі біз үшін өте үлкен. Ал бейнероликті біздің өмірімізде болуы мүмкін ең негізгі оқиғамен аяқтайық. Бұл супернованың жарылысы. Оларды астрономдар қызығушылықпен әрдайым байқайды. Мұндай жарылыстар шындығында галактикалық масштабтағы оқиғалар. Дегенмен супернованы түнгі аспанда жай көзбен көрсеңіз, бұл ұмытылмас көрініс болады. 1054 жылы Таурус шоқжұлдызындағы Есен 1054 жұлдызы жарылған болады. Куәгерлердің айтуынша, жарқылдың жарқырағандығы сонша, ол күндізгі жарықта 23 күн бойы көрінген. Ал түнде 653 түн бойы тұрған. Қазір супернованың жарылысы болған жер шаян тұмандығымен әдеміленген. Бұл әуесқой астрономдар үшін ең танымал нысандардың бірі. Ал бізде жарылайын деп тұрған супернова атағына үміткеріміз дайын. Бұл Бетельгезе жұлдызы. Түнгі аспандағы ең жарық жұлдыздардың бірі. Таңқаларлық емес, өйткені оның мөлшері біздің күнімізден бірнеше жүз есе үлкен. Астрономдар Бетельгезенің күні санаулы екенін айтып отыр. Дәл қазір оның диаметрі импульсті түрде 2 есе кішірейіп, ресе 2 есе ұлғаюда. Сондай-ақ ол бір түрлі өзінің жарықтығын жоғалтып, қайтадан жарқырап жанып, жарылуға дайын екенінің барлық белгілерін көрсетіп келеді. Номиналды түрде бұл кез келген сәтте болуы мүмкін. Шын мәнінде өкінішке орай, ғарыш стандарттары бойынша кез келген сәт дегеніміз 0-ден 100 мың жылға дейінгі аралық. Біздің өмірімізде сіз түсінгеніңіздей ол жарылады деген факт емес. Алайда, егер бұл орын алса, аспандағы жұлдыз айға қарағанда жарқын және күндізгі уақыттарда да тамаша көрінетін еді. Ғалымдарда суперноваға басқа кандидаттар да жеткілікті. Дегенмен олардың көбісін тек телескоп арқылы байқауға болады. Өйткені олар өте алыс орналасқан.